Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді, ерекше болып шығатын тағам түрін дайындайтын боламыз. Үйде дайындап көріңіздер. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызға кірісетін боламыз. Ыдысымызға жылы суымызды қойып, 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып алып, оның үстінен 1 шай қасық дрожь салып, 25 грамм сұйық майымызды құйып, тағы да барлығын жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып, қолдың көмегімен қамыр илеп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын. Сәл демалғанша, көтерілгенше жарты сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Келесі подливімізге кірісетін боламыз. Қазанымызға сұйық майымызды қойып, қыздырып алып, туралған етті салып, 3-4 минут жақсылап етіміз қызарғанша қуырып алатын боламыз. Содан соң 2 орташа көлемдегі пиязды тазалап турап, екеуін жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң туралған болгар бұрышын салып, дәміне қарай тұз салып, түрлі дәмдеуіштерді салып алсаңыздар да болады. Тағы да барлығын жақсылап қуырып, 2 ас қасық томат салып, чеснок салып, барлығын жақсылап қуырып алдым. Содан соң 300 граммдай суды құйып, етіміз піскенше бетін жауып қоятын боламыз. Міне біздің етіміз пісіңкіреп қалды. Туралған сәбіз, туралған картопты салып, жақсылап қуырып, тағы да су құйып, дәміне қарай тұз салып, піскенін күтетін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Ең алдымен бірінші бөлігін жайып аламыз. Жайып алғаннан соң сұйық май немесе ерітілген сары майды щетканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Содан соң видеодағыдай осылай қамырымызды орап алатын боламыз. Дәл солай келесі қамырларымызды да жайып, ортасына еріген сары май щетканың көмегімен жағып шығатын боламыз. Егер де тамақты көп мөлшерде жасағыларыңыз келсе, құрамы мен мөлшерін 2-3 есе көбейтіп жасасаңыздар да болады. Міне біз осылай барлық қамырларымызды орап алдық. Бізде осылай 3 қамыр шығады. Тағы да бетін жауып 5-10 минутқа сәл көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті. Ең алдымен бірінші қамырымызды алып, өзімізге қажетті бөліктерге бөліп алатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай 2 бөлінген қамырды алып, бір-бірінің үстіне қойып, осындай шпажканың көмегімен басыңқырап, дәл ортасынан осылай бұрап, үстінен тағы да басып алатын боламыз. Міне осылай барлық қамырларымызды осылай түйіп шығатын боламыз. Осылай тағы да көрсеңіздер болады. Ортасынан басып, тағы да орап шығатын боламыз. Дайын болған қамырларымызды мантоварканың ыдысына сұйық майымызды жағып, қойып шығатын боламыз. Қайнап тұрған мантоваркамыздың үстіне 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің қамырларымыз да пісті, подливіміз да пісті. Өзімізге қажетті ыдысымызға салып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің ерекше өте дәмді тағамымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!